Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Бізде әзір таң атып жатыр. Жаңа ғана таңғы асымызды ішіп болдық. Әкесі балаларды мектепке алып кетті. Әзір келеді, соны бізде шайларымызды ішіп аламыз да, бізде мектепке оқуға барамыз, жұмысымызға шығамыз. Сіздерде түн болып жатыр ғой, демалғалы жатырсыздар. Енді маған әзір ғана бір ой пайда болды да. Соны сіздермен дереу бөлісе салғым келді. Мен қызым күнде таңертең орнынан тұрғанда бірінші рет сұрайтын сұрағы: бүгін оқитын күн ба деп сұрайды. Иә десең, онда біз не қылып жатырмыз деп ренжиді. Не қылып жатырмыз, тұрайық деп. Сонымен сағат жылдайды, балам сол кезде тұрамыз, алдымен мен тұрамын, тамақ дайындаймын, одан кейін сендер тұрып бет қолдарың жуып тамақ ішесіңдер деп күнделікті қайталаймын. Негізі сол сұрақты ол күнделікті сұрайды. Енді бүгін таңертең бауырсақ пісірдім. Содан кейін мен қызыма бүгін бір өте жай қалатын ұқсап сезіліп кетті да. Ол мен енді ертерек 1 сағат бұрын тұрып пісірдім. Бірақ ол білмейді ғой, енді уақытқа деген несі әлі кемелдене қойған жоқ, уақытқа деген көзқарас. Содан кейін асығып кетті. Мама кешіктік деп соны сағатқа көрсетіп қойдым. Балам, мынандай кезге келгенде кетесің мектепке, әзір әлі ерте. Әкең сағатқа қарап отыр, алаңдама, сені кешіктірмейді деп. Енді ол егер кешігіп қалатын болса, классында есікті сағат 8-де жауып тастайды. Содан кейін ол ысқанадан біз қол қойып, балам кешікті деп солай кіргіземіз. Негізі бала туыла салып алдыға қарай талпынғыш болады. Ол өзін-өзі мындай артқа қарай шегіндіргісі келмейді. Мәселен, ойлап тұрсаңыз, бала туылғаннан кейін өрмелегісі келеді, бір нәрселерге қызығып соны ұстағысы келеді, жүргісі келеді, барлық нәрсеге қызығушылықпен қарайды ғой. Бірақ ақырын келе кейбір балалардың сондай қасиеті ақырын азайып кетеді. Соған не себеп деп ойлайсыздар? Мысалы, әрине оған әке-шешесінің тәрбиесі себеп болады. Кейбір ата-аналар болады, баласына таңертең уағында тұрып шай да бере алмайды. Мәселен, ең қысқасы. Одан кейін мен мысалы әдетте балаларым менен бір сұрақ сұраған кезде, егер сол сұраққа жауап таба алмай қалсам, мен өзім қатты қиналамын. Мен ойлаймын, мен баламның анасымын ғой. Осы сұрақты жауабын мен білмегенде бұл қалай біледі деп соны ізденемін. Соны балама дұрыстап түсіндіріп беруге тырысамын. Одан кейін кейбір кезде бір келіспестік жағдай болып қалса, балам екеуміздің ортамызда, мен сөзсіз өзімнен қателік іздеймін. Мен қай жерден жібердім? Мен балам неге бұлай болып жатыр? Деп соны ізденем. Іздену барысында расында да өзімнен бір себептер шығып жатқанын, өзімнен қателіктер кетіп жатқанын сезем, білем. Сол секілді сіздерге айтатыным, балаларыңыздың осындай алдыға қарай талпынып тұрған кезінде сізде алдыға қарай талпыныңыз, оны жетектеңіз, оған жетекші болыңыз. Әсіресе ең бастысы таңертең тұрып таңғы асты оған уағында беріп, мектепке уағында жіберуді ойлаңыз деп айтқым келеді.